Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер, біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Түркия танктер мен басқа да бронды техникаларға арналған алғашқы толықтай отандық қозғалтқышты Шыңғыс Ханның немересі, көрнекті қолбасшы және мемлекет қайраткері Алтын Орданың негізін қалаушы Ханның есімімен атады. Танктер мен басқа да бронды техникаларға арналған алғашқы түріктік қозғалтқышын сәтті сынақтан өткізген туралы Түркияның қорғаныс өнеркәсібі басқармасының басшысы Исмаил Демир өзінің твиттерінде хабарлады. Оның айтуынша, дәл осы қозғалтқышпен түркиялық Алтын танкісін жабдықтау жоспарланған. Оның сериялық өндірісі 2021 жылдың ортасына жоспарланып отыр. Болашақта елде 1000-ға жуық танк шығарылады деп күтілуде. Хан Жошының ұлы және Алтын Орда деп аталатын Моңғол түркі мемлекетінің негізін қалаушы. Ендеше Бауырлас Түркия мемлекетіне осы жолда сәттілік тілейміз. Қадірменді көрермендер, осы видео ұнаса лайк басып, осы арнаға жазыламыз. Сау саламатта болыңыздар.